бір затты сатып алмас бұрын бірнеше күн ойлану керек деп. Жақсы стратегия. Бірақ енді затқа байланысты, мысалы айталық дүкеннен қалам алатын кезде ойланбаймыз, иә. Жаңағы потребительский кредиттарға байланысты, кредит алудың алдында бір дүниені ең жақсы қалтамызға ауыр тиетін дүние болса, мысалы бір айлық жалақымызға тең немесе оның жартысына тең дүние болса, оны алардың алдында кемінде 3-4 күн ұйықтап алу керек сол оймен бірге. Себебі орыстарда жақсы мақал бар, утро вечера мудренее дейді. Яғни кешке таман біздің дейтін гормондарымыз қозады, кешке таман армандарға сенгішпіз, ал таңертең миымыз демалғаннан ба біз кішкене логикамыз жақсырақ жұмыс жасайды. Сондықтан 1-2 күн ұйықтап алған дұрыс. Ал кредит алатын болсақ, онда барлық мүмкіндікті зерттеп барып алған дұрыс. Себебі аяқ астынан кредитқа кіру деген, біз қазір қолымызға дүние түсті, бірақ біз оны 2 жыл төлейміз, мысалы рассрочканы немесе басқа. Мынандай термин бар, pain of losing дейді. Яғни мен қазір қолымда бар ақшаны жоғалтатын сезім, ол бізге ауыр, дұрыс па? Кез келген дүниені сатып алғанда, мысалы наличкамен ақша төлейтін болсақ, біз ауырлықты сеземіз. Рассрочка алғанда, кредит қалған кезде біздің қолымыздан кетіп келіп жатқан ештеңе жоқ қазір. Сондықтан pain of losing деген осы қысқа уақытта ақша жоғалтудың ішіндегі ауырлығы біз сезбей қаламыз.